Взвод, саптал. Зел, тік тұр. Ортаға зел. Лейтенант мырза, алдыңызда 13-шы взводы алғашқы әскери сабағы дайын. Оқушылар саны 25. Командир Нұржанұлы Әлви. Саламатсыз ба, жас ұландар? Саламатсыз ба, лейтенант мырза? Еркін тұр. Еркін тұр. Так, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматтық қол оқшаштарын жартылай бөлшектеу және құрастыру. Сабақтың мақсаты автомат қол оқшаштарды механизммен және бөлшектерін қолдануымен танысу, қаруды бөлшектеу және құрастыру тәртібін қатаң сақтау қажеттілігін түсіну. Бүгін сабақтың мақсаты командир взводты кабинетке өздері тұр. Взвод 10-ға сол иықпен кабинетке адым бас. Орындан. Жаңа тақырыпты бастар алдында біз өткен тақырыпты бір еске алып қайталап шығайық. Өткен тақырыпта біз автоматты қолданған кезде автоматты қауіпсіздік ережесі туралы айтқанбыз. Сол қауіпсіздік ережені қайталап шығайық. Автоматты қолданған кезде, жаттығу кезінде қауіпсіздік ережені сақтаймыз. Қандай қауіпсіздік ережелер? Бірінші, автоматты қайдан бағыттауға болмайды? Адамға бағыттауға болмайды. Екінші, айта қойшы. Қаруды үйрену барысында оның оқталған немесе оқталмағанына қарамастан, оны адамдарға, жан-жануарларға, автокөліктерге және төмен ұшып келе жатқан нысандарға кезеуге қатаң тыйым салынады. Атуға дейін саусақты ағытқыш ілмекте ұстап тұру қажет емес. Қажет болмаса, шүріппені соққылы жағдайдан ағытудың, басудың қажеті жоқ. Ол қауіпті және де қарудың механизмдерін, бөлшектерін ерте тозуына әкеп соқтырады. Түсінікті ғой, автоматты жаңағы қосымша автоматты біреуге беруге болмайды, тастап кетуге болмайды. Так, енді бүгінгі жаңа тақырыпқа келсек, автомат. Қандай бөлшектерден тұрады бірінші? Соны үйренеміз. Кітаптарыңды ашыңдар. 65-ші бетті кітаптарымызды ашамыздар, бір қайталап шығамыз. Қандай бөлшектерден тұрады? Сосын тағам айтып отырасыздар, автоматты бөлшектер көреміз содан кейін. Бір қайталап шығамыз. Қандай бөлшектер? 4-та 2 суретті қарасаңдар, 4-та 2 суретті, Неде кітапта реті тұр, қалай бөлінетін, қалай бөлін керектін реті тұр, соны қарап оқып шығамыз. Тәртібін. Бөлшектері қандай жұмыс атқарады, соны бәрін қарап шығамыз. Так, бөлшектерді оқып шықтыңдар ма? Ал енді бастайық. Қарап отырыңдар, автомат. Қандай бөлшектерді тұрады? Қане? Неден тұрады екен? Бірінші. Соққыш ағытқыш механизмінен, соққыш ағытқыш механизмінен. Содан кейін тежеуіш компенсатор. Так, тежеуіш компенсаторды алып сіздерге көрсетейін қағазға. Соққыш тежеуіш компенсатор. Содан кейін
Оңғы қорабының қақпағы. Оңғы қорабының қақпағы. Ondan aldığında magazin işte. Onun aldığında magazin. Magazinden bahsettik. Ne? Magazin. Ne işi hizmet edildi? Ok, ya? Odan keyin. Bana kesirmeye koyayım. Siz detallarını ko'rsatdim sizlarga. Bo'shaklarni kestirib qo'ying. Tabiat ko'rsatdim. Nam, ataqalay? Қорабының қақпағы. Қақпағы, ya? Bu qanday xizmat atqaradi? İçindeki mexanizmada Ya, kir, lasdan saqlash uchun, ya, sham, to'prak, kir, las, qardan saqlash uchun unga qorabning qaqpag'i. So'ndan keyin men bu detallarni olaveraman. Bu navni qanday atqalay? Sumbi, ya? Sumbi avtomatdan ungisin tozalash uchun, ya? Sumbi. Endi bizga bir detal yetishmaydi, o mana dumbida yuradi, ya? O penal. Penalning ichiga nima bo'ladi? Avtomatning penal, avtomatning kerak jarag'ini ajratadi, bolalar. Kerak jarag'ini. Onun içinde avtomatda tozalauga arналган hujjatlar bo'ladi. Avtomatda tozalauga arналган hujjatlar bo'ladi. Kurallar bo'ladi. Bundan keyin Lan qarabsizlar. Qaytarma mexanizmi bu qanday? Qaytaruv mexanizmi. Qaytaruv mexanizmi, ya? Так, kelesi. Qarabsizlar. Gazdық іспегі бар, бекітпе жақтауы. Бекітпе жақтауы, ya? Және Және бекітпе. бекітпе. Не? Және бекітпе. Так, bu qanday xizmat atqaradi? Qarabsizlar. Оқты ататын орнына қою. Na, бекітпе, men бекітпе жақтауды оқты жаңа бастап қалтырыққа келеді. На, бекітпе соның ішінде қызметі жаңағы патронның капсулясын жарады. Жаңағы отты, шашады, от пайда болады, қысым пайда болады. Содан кейін жаңағы гильзаны қайрат артқа қарай алып шығады. Гильзаны, боз гильзаны. Түсінікті ма? Келесі газ. Оңғы қорабының қақпағы. Жоқ, мынаны қарап шығыңдар. Міне. Жоқ. Міне, жетіншіні қарап шық. Жетіншіні қарап шық. Оңғы қаптырмасы. Оңғы қаптырмасы. Gaz tütüğü, ya? Ne? Avtomat толығымыз бөлшектенді деген сөзінде. Мына детальдарын бөлшектенгенде осы детальдар шығады. Түсінікті ме? Просто Қазір сіздерге жинап беремін, содан кейін уже бөлшектеуге кірісеміз. Рет-ретмен. Бөлшектегенде асықпаймыз. Бұл сіздерге үйрену ретінде, жаздық ретінде, үйрену ретінде. Пенал жоқ, пеналдың ондай қолмен имитация жасаймыз, көрдіңіздер ме? Тенец – стрелковое оружие в мире. Он входит в книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Ока занял первое место в списке самых значимых изобретений 20 века по версии французского журнала «Либерасьон», оставив позади атомное оружие и космические технологии. Российский советский конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников
находится на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, Погранвойск Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, полиции, Росгвардии, подразделений специального назначения и предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. Тактико-технические характеристики автомата. Масса автомата без штык-ножа и патронов 3 кг 630 граммов. Со снаряженным магазином и штык-ножом 4 кг 100 граммов. Прицельная дальность стрельбы 1000 метров. Начальная скорость пули 900 метров в секунду. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность одиночными 40 выстрелов в минуту, очередями 100 выстрелов в минуту. Емкость магазина 30 патронов. Калибр 5,45 мм. Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов. Ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой. Крышки ствольной коробки. Затворные рамы с газовым поршнем. Затвора. Возвратного механизма. Газовые трубки со ствольной накладкой. Ударно-спускового механизма. Цевья. Магазина. Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор, штык-нож. В комплект автомата входят принадлежность, ремень, сумка для магазинов. Ствол служит для направления пули. Внутри ствол имеет канал с 4 нарезами, вьющимися слева вверх направо. Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные дальности. Оно состоит из прицела и мушки. Приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства действия автомата при стрельбе. Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке. Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма. Затвор служит для досылания патронов в патронник, закрывания канала ствола разбиванием капсуля и извлечения из патронника гильзы. Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение. Газовая трубка служит для направления движения газового поршня. Ствольная накладка для предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе. Ударно-спусковой механизм служит для... Так, келесі автоматты бөлшектеп, жартылай бөлшектеп, сол тәртіпке келейік автоматты. Так, енді неден басталады? Бірінші, нені аламыз, ажыратамыз автоматты. Бірінші, магазин ажыратамыз. Естерінде сақтанды, бөлшек дегенде детальдарды бір-біріне тигізбейміз. Жеке қойып отырамыз деймін. Магазинді бастадық. Магазиннен кейін тексереміз, патроникта оқ бар ма, жоқ па екен. Ол үшін сақтандырғыштан босатамыз. Бекітпе жақтауын артқа қарай тартамыз. Прикладтың жеп қойып қойға болады, трепкаға. Тарттық та резко жіберіп қоямыз. Бұлай қосымша бірге сапарабат айтып келгеніміз. Жіберіп қалдық. Ствол жоғары қарап тұр. Аламызда міне тапаншадан ұстап, шүрпіні басамыз. Тексердік. Егер де оқ болса, ол жоғарыға атып кетеді. Не в коем случае бағыттауға адам қарай бағыттауға болмайды. Келесі. Пенал, міне пенал жоқ бізде де, имитация жасаймыз пеналға. Пенал. Одан кейін аламызда шомпылдамамыз. Шомпылдалдық. Шомпылдан кейін тежеуіш компенсаторын босатамыз. Тежеуіш компенсаторын. Босадық. Оның қорабының қақпағын автоматты уже стол үстіне қоясыңдар, не көрдіңдер ма? Все. Оның қорабының қақпағын алдық. Қайтармалы механизмді аламыз. Қайтармалы механизмді қойып қойыңдар. Бекітпені артқа қарай тартып аламыз. Бекітпеден бекітпе жақтауын босатамыз. Бекітпені босатамыз, бекітпе жақтауынан қойдық. И газ түтігін. Ол үшін жалауды аламыз да, ал үшін газ түтігін
Tügüne koyamız. Gaz tütüğünü aldık. Все. Автомат толық емес бөлшектенді. Майладық, сүрттік. Бұл біз осындай жаттығуды біз арнайы жерде жасай аламыз. Яғни далада осындай төшеміш төсеп қойып жасауға болады. Сүртіп тазалап. Түсінді ме? Келесі. Енді жинақтау керісінше басталады. Газ түтігін автоматқа қосамыз. Газ түтігін қосқаннан кейін мына жалауды төмен қарай басып түсіріп қоямыз. Бекітпе жақтауына қосамыз. Қостыңдар. И сағаттары бойынша бұраймыз. Бекітпе сол кезде түспейді ме, көрді ме? Мұны қорабына жерді қарадым. Жерді патайға түсіру керек бізде, кертікке. Ал қарай кет. Қайтармалы механизмді қосамыз. Бұл жерде тоже кертігі бар, кертіге түсіреміз. Жерді қарасаңдар. Мұны қорабын қақпағын қосамыз. Кертікке түсіреміз де, бір қолмен итеріп тұрып, төмен қарай басамыз. Үстімде. Одан кейін саққандышқа қой керек біз. Бұл уже боевой взводта тұр. Шүрпіні, тапаншадан ұстап, шүрпіні басамыз. Саққандышқа қоямыз. Все. Уже автомат ешқайда қауіпсіз ережеп тұр. Одан кейін тежеуіш компенсаторын қостық. Тежеуіш компенсаторын. Шомпыл дейміз. Шомпыл ма қазақша аты? Сүмбі. Сүмбіні қостық. Соңғы қазір екі автомат бір-бірден шығасындар да жаңағы жаттығуды қайталаймыз. Кітапты автоматты қалай ұстау керекпіз? Оны жоғарғы жүресіз. Так, магазиннің алдын енді автомат тексереміз, патронтаны бар ма жоқ екенін, ол үшін сақтандырғыштан алып тастаймыз. Бекітпе жақтауы кері тартасыз. Тартқа консерватор тартты жүріп қалды. Шүрпіні басамыз, оны жоғарғы так, все, тексердік. Содан кейін пенал, имитация жасайсың, пенал бар ма жоқ па? Алдын пеналды қойдым жерге. Сүмбіні аламыз, сүмбі. Яғындағы сүмбі. Қатар қой. Қатар қоясың. Деталдарды бір-біріне соқпандар. Арқалай, қаршы қызым, айтып отырсың да. Сүмбіні алды содан кейін не? Тежеуіш компенсаторын аласың. Тежеуіш, айтып отырмын. Тежеуіш компенсаторын аласың. Онда коробаның қақпасын босатып алу. Онда қорағын қақпасын, не? Жаңа автомат енді қой не? Қойдың үстілісінің не? Все, қой еш қажет етпейді. Все. Енді оң жағына ұстайдың. Интересно. Көрдің бе? Сол қолмен автоматы міне қойдырасың. Мына қолмен итердің бе? Аны жоғарыға көтересің. Итердің. О, қалды. Қой бітірген. Қайта от андағын алғаға итер. Алғаға итер. Қойдым. Енді келесі. Бекітпе, басып алу. Бекітпе жақтауы мен. Келесің, мына кертіктен шығарасың. Оң қолмен істейсің, оң қолмен істей керексің. Автоматты қой жерге. Бекітпе, сосын бекітпе жақтауынан бекітпені алып шығасың. Мына, алып шық. Вот это раз один.
Сол ал. Ал. Қой. Сол автомат қолыңыз көрсеткенді. Енді керісінше қолынан алдына қарай жүріңіз. Жоғары көтерді, оның басасын. Сол. Енді бекіткен жақта оны басасын. Артқа енді тіл бойынша бұрай. Al қарай итересің. Қайжарма механизмі салды. Керісінше жинайсың. Артынан алдына қарай. Осы шүрпіні басасын. Вот так. Сақтандырышқа қоясын енді. Сақтандырышқа қой. Міне сақтандырғыш. Келіп қоясын. Келесіді баста енді. Жоқ, оны емес. Тежеуіш компенсаторын саласын. Бұрайсын. Тежеуіш компенсаторын бұрайсын. Ана, жаттан қарап отырыңдар, қыздар. Қарап отырыңдар, қазір санасақ. Ретін қарап отырыңдар. Неден басталады? Неден аяқталады? Жинағанда неден басталады? Неден аяқталады? Сал, иди. Енді қара, салдым. Пенал, имитация жасайсың, пенал ретінде. Вот так, вот пеналды салғандай болды. Все. Магазинде саласың. Автоматта алдан қоясың. Бекіткен жағымен қоясың. Все, болды. Келесі келе ғой. Айтып отыр. Қыздар, кітапта қарап айтып отырыңдар бұл неяқса. Мен картинаға айтпаймын, мынаны былай деп. Так, бірінші магазинді ағыттық. Магазинді ағытқаннан кейін не істейміз? Тексереміз. Оқ бар ма жоқ пен. Ол үшін сақтандырғыштан алып тастаймыз. Міне, сақтандырғыштан алып тастадық. Енді барып бекітпен артқа қарай тартасың. Жіберіп қал. Шүрпіні басасың. Вот. Келесі. Пеналды қарадық. Келесі тежеуішті. Шомпылды аламыз. Міне, ол шемпылды алу үшін. Мына жерден басасың. Міне қаршы. Көтерді. Сол кезде аласың да міне. Көтерді ма? Заеды dedi. Bir. Şoğul, ayda otur şoğul diye. Muhtaram taklağı. Muhtaram taklağı.
Так, бір ұшқындар. Кел ғой. Кел. Алмас. Алмас. Айтып отырсың. Сен жүресің, ет жақын ет оңай. Сындырып айтып отырсың, сындырып санасың. Бекітпе жақтауынан бекітпені арттыр. Жақсы түгін. Келесі жинақтаймыз. Тігінен ғой. Тігінен қойды. Жауабы бекітпе жақтауына қосамыз. Қайтарма механизм. Идет сразу, идет посмотрим. Так, енді сүрпіден алып тастаймыз. Боевой взводтан алып тастайсың. Анағын басасың. Сақтандырышқа қоясың. Сақтандырышқа. Мынау сақтандырышқа. Келесі. Тежеуіш компенсаторын. Қайтарма. Используют прицел и мушку для прицеливания. Прицельная планка доступна в 800 метрах и 1000 метрах. Самутик регулируется в соответствии с расстоянием до цели. Эффективная дальность боя не более 400 метров. Стандартный магазин вмещает 30 патронов. Магазин можно снять с помощью защелки магазина. Первоначально солдаты использовали АК-47 с патроном М43, оснащенным капсулей Бердан. Переводчик огня используется для обеспечения безопасности автомата. В положении предохранения он препятствует движению назад затвора. Одиночный и непрерывный режимы огня можно выбрать с помощью переводчика огня. В среднем положении переводчик огня блокирует шептало одиночного огня. В самом верхнем положении спусковой крючок и шептало одиночного огня заблокированы. В самом нижнем положении спусковой крючок и шептало одиночного огня могут свободно двигаться. Как только спусковой крючок нажат, курок начинает вращаться. Шептало одиночного огня блокирует курок после стрельбы. Спусковой крючок должен быть освобожден до того, как можно будет выстрелить еще раз. В полностью автоматическом режиме курок может двигаться от... Боек может скользить назад и вперед внутри затвора. Бүгінгі сабақта мен түсіндім, мен көзімді жеткіздім, мен білдім деген баға қоямыз. Енді бұландай баға қойып, мен жақсы деген, орташа, төмен деген. Бүгінгі сабақта мен түсіндім деген автоматты бөлшектер ретін түсіндіңдер ме? Түсіндіңдер, иә? Енді неге көз жеткіздіңдер? Автоматты қолданғанда қауіпсіздік ережені, иә? Көз жеткізілген автоматпен автоматты тастап кетуге болмайды, бағыттауға болмайды деген сияқты, иә? Осымен сабағымыз аяқталды. Взвод командир дүркеміз. Вот, тік тұр. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.